Қазақстан әлемдегі қауіпті елдердің рейтингіне енді. Нақты қандай орында? Сарапшылар әлемдегі 100 мың адамға қылмыс саны бойынша қауіпті елдердің рейтингін құрастырды. Зерттеушілердің тұжырымы бойынша антирейтингтің үздік үштігіне Венесуэла 83,76 ұпаймен, Папуа Жаңа Гвинея 80,79 ұпаймен және Оңтүстік Африка 76,86 ұпаймен енген. Жоғары орын криминалдық жағдайдың көптігін дәлелдейді. 53,77 ұпаймен Қазақстан 40-шы орында тұр. Қырғызстан 56,87 ұпаймен 31-ші орында. Ал Өзбекстан 33,42 ұпай жинап 99-шы орынға тұрақтаған. Қытай 108-ші орында месе тұтса, Ресей 86-ші орынға жайғасып отыр. 136 мемлекеттен тұратын рейтинг соңында Тайвань, Біріккен Араб Әмірлігі және Катар мемлекеттері тұр. Бұл елдерде қылмыс деңгейі өте төмен. Зерттеу авторлары қылмыс деңгейі әр елде әртүрлі болатынын және көптеген факторларға байланысты екенін атап өтті. Мысалы, кедейлік пен жұмыссыздықтың жоғары деңгейі елдегі қылмыс деңгейін жоғарылатады. Керісінше, полицияның қатаң бақылауы мен қатаң үкімдері қылмыс деңгейін төмендетуге бейім. Сарапшылардың пікірінше, қылмыстың көпшілігі, әсіресе зорлық-зомбылық қылмыстары 20 жас пен 30 жас аралығында жасалады екен.